Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзбек ұлтының хамир хасиб деп аталатын ыстық әрі тойымды тағамын жасап көрсетемін. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Ерекше тойымды әрі бір жағынан мантыға ұқсас келеді. Ендеше осы тағамды жасау үшін ең алдымен қамырын дайындап алайық. Құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Содан соң бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Енді ұнымызға суды аз-аздан қоса отыра, жұмсақ емес, қатты емес, орташа қылып қамыр елеуіміз қажет. Менде осындай бір үлкен зуала қамыр шығады. Жақсылап қамырды елеп аласыздар. Енді осы еленген қамырды 15 минут демалдыруымыз қажет. Біздің қамырымыз дайын. Енді салмасын жасайық. Ол үшін бізге тартылған ет, майдалап туралынған пияз және де күріш қажет болады. Күрішті алдын ала қайнаған су құйып бұқтырып қоясыздар. Содан соң дәміне қарай дәмдеуіш қосамыз. Егер сіздердің фарштарыңыз майлы болмаса, азғантай сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып қоямыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді тыңған қамырымызды алып, дәл мантыға арналған сияқты жаятын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрсыздар. Менде бір үлкен зуала қамыр шықты. Осыны жақсылап жайып аламын. Жұқа емес, қалың емес қылып жаямыз. Дәл мантыға арналған сияқты. Енді жайып алған қамырымызды мінекей видеода көріп тұрсыздар, біздің қамырымыз өте әдемі болып жайылған. Енді осы жайған қамырымызды оқтауымызға орап, дәл мантыға арналған сияқты қылып кесеміз, яғни 4 бұрышты қылып кесесіздер. Және де бұл хамир хасибтің жасалуы голубцы сияқты орайтын боламыз. Қазір видеода анық көрсетілген. Мінекей осылай 4 бұрыштап барлығын дәл мантыға арналған сияқты кесіп аламыз. Енді дайын болған қамырымызға салмасын салып шығуымыз қажет. Салмасын бір шетіне саласыздар және де екі жағын қайырып орайсыздар. Мінекей барлығы видеода анық көрсетілген. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Мінекей барлығын осылай екі шетінен қайырып орап шығасыздар. Бұның жасалуы голубцы сияқты деп ойлаймын өз басым. Дәл сондай екі жағынан қайырып орап шығамыз. Осылай барлық хамир хасибті жасап аласыздар. Содан соң листімізді майлап, бір-біріне жабыстырмай жасалған хамир хасибтерімізді орналастырып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Және де бетін майлауды ұмытпаңыздар. Қазанымызды қайнатып аламыз. Осылай барлық хамир хасибті листілерімізге салып алғаннан кейін қайнап тұрған қазанға мантоваркамызды қойып 45 минут аралығында пісіреміз. Енді соусын дайындауымыз қажет. Ол үшін бір пиязды майға жақсылап қуырып аламыз. Бір қасық томат пастасын салып, содан кейін бір кесе су құйып, бір қайнатып аласыздар. Дәміне қарай дәмдеуіштер тұзын қосуды ұмытпаңыздар. Мінекей мынау тағамның піскеннен кейінгі түрі. Осылай жинап, ортасына соусымызды құйып, әсемдігі үшін укроп пен пиязды сеуіп жіберіп ұсынсаңыздар болады. Өте түрі де дәмі де керемет болып шығады. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет. Керек заттың барлығын описанияда қалдырамын.